Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі видео ерекше болмақ, себебі өзін тану маманы болғандықтан ба маған дайретке WhatsApp-қа өте көп сұрақтар келіп жатады. Яғни мен өзім салам, маған ұнайтын, ұнамайтын қайдан білсем болады, немесе жаңа салаға барғым келіп жатыр, ол маған ұнайды ма, ұнамайды ма, менің қабілетіме сай келеді ма деп жатады, иә. Немесе мынау мектеп бітіріп, университет бітіріп жатқан оқушы студенттер де кейде жазып сұрайды. Мен мінекей мектеп бітірдім, енді қай салаға барсам екен, қайсын таңдасам екен, мен әлі еш нәрсе оқымадым, еш нәрсеге қызықпадым, қайсын таңдасам екен деген сұрақтар өте көп қойып жатады. Сондықтан жай ғана жауап беріп қоймай, эксперимент жүзінде мынау алдында тұрған жемістермен сіздерге жауап беретін боламын. Мысалы, әрбір жемістің түрі бұл белгілі бір сала болсын, иә. Енді мынау қолымда не тұр деп ойлайсыздар? Бұл кокос. Мына кокос біз көбінесе ассоциация немен жүреді. Мынау кіші кезімізден бастап теледидарлардан жарнамаланған баунти шоколадымен, иә. Ол жарнамада қалай көрсетеді? Жаңа қыз, иә, пальманың астында кокос жеп, сусын ішіп отырады деген сияқты, иә. Содан мен де өзім кіші кезімде ойлайтын, кокос деген бір өте қызық, керемет, осы кокосты жегісем екен деген секілді ой туындайды. Бірақ кейін біз кокосты егер шын мәнісінде дәмін жеп көрсеңіздер, ол ондай бір жарнамадағыдай дәмдісі енді ондай емес. Енді білем, мүмкін сіздердің басқаша ойда шығарсыздар, дегенмен мен дәмін көргенмін, және ол маған қатты әсер етпеді, иә. Тура сол секілді сала. Мүмкін сіз бір саланы қатты армандап жүруіңіз мүмкін, иә, мынау кокос секілді. Білмеймін, мысалы сіз дәрігер болғыңыз келгенде армандап, ой, осы дәрігерлер күшті, бүкіл сериал, фильмдерде ақ халаттармен жүреді, адамдарға көмектеседі деген секілді, иә. Бірақ мына кокостың дәмін көргендей, мүмкін сіз бір күн немесе жаңағыдай стажировка сияқты бір күн барып көріңіз. Мүмкін сізге қан, жаңағы адамның ауырғанын ұнамайтын шығар, яғни сіз тек қана сол заттың дәмін көріп, сол затпен айналысқаннан кейін ғана сіз ол зат сіздікі ма, сіздікі емес па, соны ғана біле аласыз. Сондықтан сіздердің жауаптарыңызға, сұрақтарыңызға ең қысқа жауап осы. Дегенмен де ары қарай толықтыратын болсақ, мысалы кез келген алдында тұрған жемісті алатын болсақ, мысалы сіздер ойлаңыздар, мынау әрбір жеміс бұл белгілі бір сала, иә. Білем, сіз мынау жемістің атын білсеңіздер, пікірге жазыңыздар. Дегенмен өзім де айта салайын, бұл помело деген жеміс, дәмін білмеймін қандай екен. Бірақтан мен дәмі бұл ұнай ма, ұнамайтын білу үшін не істеуім керек? Я, бұның құр дәмін білуім керек, я. Яғни мен қазір осы видеодан кейін басқа видеода әрбір жемісті кесіп дәмін көретін боламын. Ал жалпы сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін бұл сала маған ұнайтын, ұнамайтын тек қана дәмін көру арқылы ғана мен түсіне аламын. Бұл менікі ма, менікі емес. Келесі, мысалы, маған ұнамады делік, я. Келесі жемісті аламын, оның дәмін көремін, ұнай ма, ұнамай ма деген секілді. Сөйтіп әрбір жемісті көргеннен кейін, мысалы, маған мынау айва ұнады десек, осы менің салам осы жақта ары қарай дамый беруге болады, иә. Сондықтан сізге сала ұнайтын, ұнамайтын тек қана дәмін көріп қана біле аласыздар. Бұдан екінші шығатын сұрақ. Енді мен әрбір жемістің дәмін көргенше менің өмірім өтіп кетпей ме, иә? Яғни шынымен де бір нишаны таңдау барысының өзінде біз жарты жыл, бір жыл уақыт өткізуіміз мүмкін, иә? Енді өзіміздің бір жақсы көретін 5-ші, 6-ші жеміске жеткенге дейін біздің өміріміз енді 5-6 жыл өміріміз, мүмкін жинаған қаражатымыздың барлығы бітіп қалуы мүмкін. Онда не істеу керек? Бізде көбінесе мына өте үлкен қателік жасайтын бірі, өзімде ол басымнан өткен, мына студенттік кезінде де мен журнал шығарып, бас редактор болғым келеді деген кезде бар жиналған ақшамнан, мысалы, мен журнал шығарып көрген болатынмын. Әрине, оның бір жеңілдірек жолдарында табуға болушы еді, бірақ та мен бір номер шығарғаннан кейін түсіндім, ол маған аса қатты ұнамайтын, иә. Яғни біз өмір бойы бір саланы зерттеп, ол бір шығарғаннан кейін ғана емес, сіз кішігірім мынандай мини-мини версияларын көруіңізге болады. Егер сіз кәсіпке емес, бір мамандыққа байланысты таңдау жасап жүргіңіз келсе, яғни жаңадан бітірген мектеп оқушысы болсаңыз, иә, міндетті бізде өкінішке орай қазір қоғамда тегін жұмыс жасауға қатты қорқады. Бірақтан ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сіз өзіңіздің салаңызды таңдау мақсатында ең алдымен кез келген жерге тегін болса да кіріп жұмыс істеп көру керек. Содан кейін барып қана сіз түсінесіз, ол сіздікі ма, әлде сіздікі емес па. Мысалы, егер сіз ресторандық бір бизнес немесе сол салада дамыңыз келсе, қазір кез келген жерге менің ойымша официант болып тұруға ол
қиын емес, иә. Сондықтан ішкі кухнясы ол қалай жүреді, ол сізге, біз өйткені көп жағдайда барлық процестің, мына айсберг білесіздер ғой, иә, айсберг мұхитта болған кезде оның тек қана 20% ғана бізге көрінеді, ал қалған үлкен массивті асты жағы 80% бізге көрінбейді. Тура сол секілді кез келген мамандықта біз оның тек қана бір жақсы жақтарын көріп соған қызығамыз да, ал кейін процестің ішіне кірсек, ол бізге ұнамай жатады, иә. Тура сол сияқты жұмыста да сіз бір күн тегін болса да сұранып көріңіз, айтыңыз, мен өзім официанттан болғым келеді, официанттықта өзімді сынағым келеді деп, кіріңіз, көріңіз, жұмыс істеңіз, басқа адамдар қалай жұмыс істейді, соның барлығын зерттегеннен кейін, егер ол сіздікі болмаса, уақытыңыз көп, келесі, мысалы, авокадоның дәмін көріңіз, иә. Яғни, сіз таңдаған саладағы кез келген компанияны тауып, сол жақта жұмыс істеп көріп, оған жылдар бойы, мысалы 4 жыл оқудың қажеті жоқ, ол сіздің салаңыз ба, салаңыз емес екенін тану үшін. Тек қана мектеп бітірген өзінде де жаз бойы әртүрлі мамандықты істеп көрсеңіз, менің ойымша, сіз өзіңіздің ұнаған салаңызды, мамандығыңызды таңдай аласыз, яғни өзіңіздің мүмкін сіз мынандай бір қызық, ешкімге көрінбеген бір мүлдем басқа жұмысты да иелене аласыз, иә. Сондықтан менің сіздерге беретін ұсыныстарым бірі, өзіңіздің салаңызды табуда жалықпаңыздар, еңбектеніңіздер, және де әрбір саланы көріп, дәмін көргеннен кейін өз орныңызды тапсаңыз, сіздің тиімділігіңіз артып, бұл өміріңіз өте бақытты сәттерге өте көп толы болады. Сондықтан сіздермен бірге болған мен Назерке. Ал осы жемістердің барлығының дәмі қандай екенін көргілеріңіз келсе, келесі менің видеомды көріңіздер. Негізі өзін тану деген ол өте үлкен тақырыптардың бірі, және де сіз егер өзіңіздің жолыңызды іздеуде болсаңыз, бұл тек қана осы бір сұраққа ғана жауап емес, басқа да сұрақтарға жауап беру мақсатында менің кішігірім онлайн курсым бар. Я, әрине, қазір жарнамасыз ешқайда біз қашып кете алмаймыз. Менің сіздерге пайдам, көмегім ретінде осы сұрақтар өте көп келгендіктен мен арнайы сол курсты жасаған болатынмын. Егер сол курс жайлы толығырақ білгілеріңіз келсе, төменде пікірде осы видеоның астында сипаттамада мен барлық ақпаратты қалдырып кетемін. Сондықтан алдыңғы уақытта курстарда да кездескенше.